Тыңдап тұрмын, сіз Мен айта айта берсеңіз. берсем болады. Иә, Иә. айта беріңіз. Мысалы, орысшаны біз үйрендік қой, аға. Ешкім Иә, бізге заставить еткен жоқ. Қажет болғасын әйтеуір бір жерде керек, қызығушылық болды дейік та, мысалы. иә. Үйрендік қой сөйтіп. Орыстар бізге заставить еткен жоқ. Бір орыс сен үйрен деп, орысша үйрену керексің деп. Қызықтық үйрендік, например. Английский, қазақша. Иә, иә. Ол адам өзіне керек қой, бір жерлерге барған кезде, шет мемлекетке барған кезде мысалы. Өйтіп айырудың қажеті жоқ та былай. Орыстарға да заставить ете алмайсың, например. Жоқ дейсіз, айырудың. Ну, орыстарды заставить етудің қажеті жоқ қой. Қазақ тілін білу керексің, үйрену керексің. Өздеріне керек па, олар үйреніп алады, например. Бірақ айту тиіс қой, я должен знать Жоқ, государственный язык. жоқ, сіз мына қызмет көрсету саласын айтып жатырмыз ғой біз. Сфера обслуживания дейді ғой орысша айтқанда. Иә, иә, Дүкен иә, болсын, иә. міндетті емес па не, ол қазақша білуге? Дұрыс, иә, білу қажет, иә. Қазақ Сфера мысалға жайында, орыс, иә. ау, Иә, ол дұрыс қой. Ол кезде керек қой, иә. енді сіз айтып жатсыз ғой, Былай, заставить етуге. Олар біз заставить етсең де ол жаңағы қызмет көрсетпей жатыр ғой қазақ тілінде. Не істеу керек енді олар? қызметте істеп жатқандарға айтуға үйрену тиіс қой олар. Олар үйрену Тиіс. керек қазақ мемлекетінде. Иә. Ал олар против болса білмедім, шығарып жібереді да басқа не істейді. Қызметте де істеп жатыр ғой, Если желание. мысалға ана министр бар ғой, Ильин деген, білесіз ба? Иә, иә. Ол министр ЧС дейді ғой жаңағы. Төтенше жағдайлар министрі, иә? Аха. Мемлекеттік тіл, қазақ тілі, ол кісі мемлекеттік қызметкер. Бірақ бір ауыз сөз білмейді қазақша. Оны қалай түсіндіресіз? Мысалға Мен оған өзінің қарсымын, қарсымын. сарбаздар, не ана сарбаз дейміз ғой, жаңағы өзінің қол астында жұмыс істейтін пожарныйлар бар, өрт сөндірушілер бар. Соларға ол кісі қалай инструктаж жүргізеді, мысалға, қалай жиналыстар өткізеді, мысалға. Мемлекеттік тілде өткізу керек. Аха. Ол кісі білу керек па Оған қазақша? қарсымын. Білу керек, иә, Ау, дұрыс айтасыз, мен оған қарсы. Білу керек, мен оған қарсымын білмегеніне. Иә. енді сондай Мемлекеттік қызмет. мысалдар өте көп қой. Сіз айтасыз, оларды зорлықпен нетуге болмайды деп. Оларды зорлықпен ешкім үйретіп жатқан жоқ. Олар білгісі келмейді. Мен Заң